Мұхтар Шаханов арман. Ертеде отырарда біздің іңкәр өлкеде иық бұрмай тек білімнен басқаға қатар өсті екі бірдей жас бала. Қатар жүріп сан өнерге машықты, бірге оқыды, бірге ойнады асықты. Екеуіне назар бұрды ел ерек, өйткені олар дарын деді керемет. Таңдайымыз өріс тоймен татымақ, деп қуана езу тартты атырап. Ал дарындар медресені тауысты, 12-ге жас ілікпей жатып ақ. Сыбағасын тағдыр дара бөлгендей, өсе берді төске шауып төргөрлей. Екеуіне қараған жұрт сүйсінді, отырардың болашағын көргендей. Отырарда жаны жайқын дария, ойы безбен бар еді бір қария. Сол қария бір күн екі шәкіртті құрметпенен өз үйіне шақыртты. Балақайлар, балапандар, көк өрім, сендерге бір сауал қойсам деп едім. Туған жан деп өнерімен, өртімен екеуіңді сөз етіп жүр ел түгел. Мен де танып білсем деп ем, кімсіңдер? Қандай арман жетегінде жүрсіңдер? Қандай бағыт ұстайсыңдар түбінде? Сонша неге құштарсыңдар білімге? Қане Дойыл, сен айтшы. Дойыл айтты, жалғыз арман бар менде, шектесетін қулықпен де, армен де. Жалын шашса өнерімнің өрнегі, сонау Емен, Мысыр, Бағдат елдері түгел танып жыр ететін таңдана, саудагер боп шықсам деймін жан баба. Тірлігімде жабырқамай жасымай, ата жолын қусам деймін осылай. Бой шалдырмай бос мақтанмен өсекке, өмірімді құрсам деймін есепке. Ұтыласың жебемесе желек той, бұл өнердің табиғаты ерек қой. Қаншама елмен сауда-саттық жасауға, соншама елдің тілін білу керек қой. Табу үшін жұрт таппаған айланы, көру үшін жұрт көрмеген пайданы, шығу үшін жұрт шықпаған белеске, жұрттан асқан білім керек емес пе? Тілін тапсаң кім созбайды қол ұшын, өнер қажет, білім қажет сол үшін. Қарт күрсінді, ұлым, желік қуыпсың, неге мұнша желтоқсандай суықсың? Бағымызға туған дарын болар деп, қуанып ем, сорымызға туыпсың. Сор боларсың, одан не мән табарсың? Арманыңды бәлкім қайта қарарсың. Бірақ Дойыл тұрып алды паңдана, арманымды өзгерте алман жан баба. Ал сен қалай бағыттадың нұрыңды? Жасырмай айт, жасқанбай айт сырыңды. Деп қария Дойылмен бір отырған ұяң шәкірт жас Әбуге бұрылды. Әбу айтты, менде де бар бір арман, маздап жанып қол бұлғайтын шынардан. Ұлы баба, бірақ менің арманым парызбенен, махаббаттан құралған. Шамын жақсам ғылым менен өнердің, елімді зор мерекеге бөлермін. Бұл сапарым азапты да шығарау, не де болса пешенемнен көрермін. Мейлі мәңгі жарымайын киімге, мейлі түйір нән қалмасын үйімде, мейлі ұлының еңбек етіп арымен жүргендігін ұғынбасын қалың ел. Қарлы боран қыран жолын бөгер ме? Өнеріммен тасып тылам кемерге. Мен өзіме риза емеспін елімнің, сүйеніші бола алмасам егерде. Қарт жымиды, бәрекелді жаз жайраң, көл болмаса тоят табар қаз қайдан? Біреуіңнің арманыңнан шошып ем, бірің міне еттің лезде мәз мейрам. Бірің үшін күрсінумен өтермін, бірің үшін сүйсінумен өтермін. Сөйте мен де өмірден кетермін. Беттеріңнен жарылқасын тәңірім, ал жарайды батам осы барыңдар, отырарда туған ұлы дарындар. Әжуасын әжіміне жасырып, жылдар ақты асығып,
Жалын еді-ау арман айқын өр көңіл, екі досты екі арнаға бөлді өмір. Дойыл солай өзгертпеді шешімін, дәулет оған жылдам ашты есігін. Өнер асқан саудагердің көп өтпей, Бағдат, Мысыр түгел білді есімін. Есеп сіздің несібесі озар ма? Әйелін де баулыды ол сол заңға. Қонақ қарнап асылатын етті де, өзі салып беріп жүрді қазанға. Тек байлыққа деген жұтаң сараңдық, жіберді оның бар өнерін қараңғып. Міне осылай жазықтарын жас тұлға ұшырады әбілетті тозғынға. Саудагерді өзге түгіл өзінің ұрпақтары кетті ұмытып аз жылда. Ал Әбуше кеңге жайды ол қанатын. Әбуіміз әрі ғалым әрі ақын. Әбуіміз біздің ұлы бабамыз Әбу Насыр әл-Фараби болатын. Мәңгі лаулап жану үшін ғаламда, үлкен бақыт табу үшін ғаламда, үлкен болып қалу үшін ғаламда, үлкен арман керек екен адамға.